Құрметті білім алушылар, мемлекетіміздің ата заңының 1 бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырылды. Оның басты қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деген қастерлі сөзді кіргізген. Бүгінгі құқықтық мемлекет құрамыз деген заманда әрбір адам өз құқықтарын жете біліп, жалпы заң білімі саласынан мағлұмат алғаны дұрыс. Құқық бұзушылықтың түрлері тәртіптік, азаматтық, әкімшілік және қылмыстық болып бөлінеді. Тәртіптік жазалау, ескерту, сөгіс, жұмыстан шығару. Азаматтық құқықтық құқық бұзушылық мүлік саласында және соларға қатысты жеке мүліктік емес қарым-қатынастарды және міндеттерді орындамау. Әкімшілік құқық бұзушылық жеке заңды тұлғалардың заңға қайшы іс-әрекеттері үшін әкімшілік құқықтық бұзушылық. Оларға ұсақ ұрлық, ұсақ тәртіп бұзушылық, жолда жүру ережесін бұзу. Қылмыстық белгілер, қоғамдық қауіп, шындыққа қайшылық, кінәлілік, қылмыстық жазалаушылық. Қылмыс, тонау, ақша жинау, тартып алу, лаңкестік іс, ұрлық, кісі өлтіру, нашақорлық заттарды сату, сақтау және жасау болып табылады.